Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасына сәйкес ғылыми-техникалық ақпараттық ұлттық орталығы және Springer Natures компаниясы индекстелген Scopus және Thomson Reuters Impact Factor бар Springer журналында қазақстандық ғалымдардың белсенді жарияланымдарын жетілдіру үшін, сондай-ақ қазіргі таңдағы алдыңғы қатарлы заманауи ақпараттық ресурстарды белсенді қолданатын мекемелер санын арттыру бойынша тренинг ұйымдастырылды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында шетелдік басылымдарда қазақстандық авторлардың белсенді жарияланымдарын жетілдіруде Springer Natures ресурстарын қолдану тақырыбында семинар өткізілді. Семинарды дәріскер Springer Natures компаниясының менеджері Александрова Ирина Алексеевна жүргізді. Семинардың мақсаты индекстелген Scopus және Thomson Reuters Impact Factor бар Springer журналында қазақстандық ғалымдардың белсенді жарияланымдарын жетілдіру болып табылады. Семинар жұмысына өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының профессорлық оқытушылық құрамы, сертификатталған тренерлер белсенді қатысты. Семинар барысында ғылыми нәтижені жариялау үшін рейтингтің журналды қалай табуға болады, зерттеуге бағытталған мақала үлгілерін таңдау және талдау, сапалы мақаланы қалай дайындауға болады, Impact Factor мен шетелдік рейтингтік журналдарда мақаланы қалай жариялауға болады деген қадамдық тренингтер жүргізілді.